Сәлем достар, қолдарыңыз қалай? Жаңа ескерту, замечание туралы айтқым келіп тұр. Ескерту алған кезде, мен өз тәжірибеммен айтып жатырмын. Ескерту алған кезде бұл соққы ретінде қабылданады. Сен жұмысыңа соққы ғой, енді былай айтқанда, удар. Ол замечанияны сен алдың, енді сен оны бірінші қабылдау керексің, бұл замечанияны сен қабылдау керексің. Оған да уақыт керек, психологиялық тұрғыдан. Қабылдаған соң, сіз ол замечанияны жөндеп жатқан кезде ойлауыңыз мүмкін. Ой, мынау неменеге қиындатып бәрін деп, бірақ оны жасап болған соң, сол кезде өзіңіз түсінесіз, ол не үшін берілгенін.